Сәлеметсіздер ме қыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен омлетный куриный рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 3 столовая ложка майонез, 3 столовая ложка манная крупа және 100 грамм сыр керек болады. Ең алдымен біз жұмысымызды жұмыртқадан бастаймыз. Жұмыртқаға кішкене щепотка тұз қосып, миксермен араластырып аламыз. 5 минут миксермен араластырамыз. Міне қыздар, біз жұмыртқамызды миксермен араластырып алдық. Келесі кезекте біз 3 столовая ложка манная крупамызды қосамыз. Және 100 грамм үлкен теркадан өткізілген сыр. Сыр қыздар қолма сырын қолданамыз. Және 3 столовая ложка майонез қосамыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ. Барлығын осылай қолмен лопаткамен араластырамыз. Ең бастысы жаңағы сырымызбен манная крупа жақсылап араласу керек, себебі пісірген кезде ешқандай комочек пайда болмауы керек. Естеріңізде болса, қыздар, біз бұдан алдыңғы пісірген рулетімізде, фаршированный омлетный рулетте сары краска қосқан тұғымыз, жаңағы пищевая краска. Бұл жерде краска қосудың қажеті жоқ. Тек қана кішкене ғана қызыл бұрыш қосаңыздар жеткілікті. Негізі қызыл бұрышпен жаңағы куриный рулет өте үйлесімде өте керемет болады. Сондықтан қызыл бұрышын көбірек қосуға да болады. Бірақ кішкентай бала жейтін болса, өзіңіз татымыңызға қарай бұрышын көре жатарсыз. Комочек қалдырмай жақсылап араластырамыз. Бұны да 20 минутқа жаңағы манная крупасы сәл набухаться еткенше қоямыз. 20 минутқа аузын жауып қалдырамыз. Біздің массамыз қоюлануы керек. Қыздар, біздің омлетіміз дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде менде 250 грамм куриный рулет. Татымына қарай кішкене тұзбен қарабұрыш қосамыз. Бұл рулетке ешқандай пияз қосудың қажеті жоқ. Тұзбен қарабұрыш қосып, жақсылап араластырып, жаңағы омлет дайын болғанша 20 минутқа аузын жауып, бұнда бетін жауып қалдырамыз. Менде бұл жерде қыздар куриный фарш готовын алдым. Сіздер үйде жаңағы куриный филе алып, өздеріңіз қолдан мясорубкадан өткізіп фарш жасасаңыздар да болады. Мен готовын алдым. Жақсылап араластырдық. Енді осыны бетін жауып, омлет дайын болғанша қалдырамыз. Біздің смесіміз қыздар 20 минуттай тұрды. Енді осыны жаңағыдай противенге құямыз. Бетіне обязательно пергаментная бумага төсейміз. Бұдан алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын. Пергаментная бумаганы Поклан фирмасының қолданамыз қыздар. Себебі сол фирманың жаңағы пергаментная бумагасы өте жақсы, жабыстырмайды. Жаңағы қосымша майлаудың қажеті жоқ. Міне
осылай жайып шығамыз. Бұл рулетіміздің де пісу уақыты 30 минут 180 градуста. Осылай үлкен етіп жая бересіздер. Жайып болдық. Енді осының бетіне қыздар өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп немесе қандай үйде жаңағы көк шөптер бар, соларды қосып жаңағы бетіне сеуіп шығуға болады. Көп емес, аз ғана сеуіп жаңағы әдемі ләззатыңа тиіскен кезде әдемі түр береді. Енді міне осы массамызды қыздар пісіріп аламыз. Біздің рулетіміз дайын болды, қыздар. Тура жаңағыдай осы фольгасымен бірге ыстық күйінде орап қоюымыз керек. Дәл осылай орап, суығанша қалдырамыз. Бір 15-20 минутта рулетіміз полный суиды. Содан кейін барып, ішіне начинкасын салып, тағы пісіретін боламыз. Қыздар, міне біздің омлетіміз пісті. Астында 2 қабат фольга. Енді біз жаңағы куриный фаршымызды омлеттің бетіне жайғастырып шығамыз. Сол үшін қолымызды кішкене сулап жібереміз. Және осылай жаңағы фаршымыз омлеттің шет-шетіне дейін қатты жеткізбей, кішкене ашық орын қалдырып, фаршымызды жайғастырып шығамыз. Бұл жерде де 170 градуста 30 минут, 25-30 минут пісіріп аласыздар. Тағы да айтып кетейін. Әшел печкада пісіретін болсаңыздар 150 градуста 30 минут емес, 15-20 минутта пісіреді. Себебі әшел печка тез пісіреді. Міне қыздар. Осылай жайғастырып шықтық фаршымызды. Енді ораймыз. Рулетті қыздар тығыз орауымыз керек. Себебі кешкен кезде ішіндегі начинкасы ұзап шашылып кетпеу керек. Енді осы рулетімізді фольгамен ораймыз.
Міне астындағы бетін біз жоғары қаратамыз. Екі жағынан конфекция қылдап. Жүз бес градуста 30-25-30 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің рулетіміз дайын болады, қыздар. Рулетті толық суытып аламыз. Піскеннен кейін толық суытып, жаңағы бөлме температурасында толық суытып алып, кейін бар фольгасын шешеміз. Содан соң ғана тураймыз. Ыстық күйінде турамаңыздар, қыздар.